Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Жақсы кітап оқу өткен ғасырдағы кемеңгерлермен ауызба-ауыз сөйлескенмен бірдей және олардың өздерінің ең озық ақыл-ойларын алдымызға жайып салады. Кітапхана білімнің күн шуағы демекші, кітапханаға келіп түскен жаңа кітаптар топтамасымен таныстыру мақсатында жаңа кітаптар сіздер үшін атты слайд назарларыңызға ұсынамыз. Қазақты тану үшін Абайды оқу қажет, ал Абайды түсіну үшін азамат болу шарт. Абайдың 175 жылдығын 2020 жылы атап өттік. Осы айтулы дата аясында жаңа шыққан кітаптармен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Абай шығармаларының академиялық толық жинағы 3 томдық, Алматы қаласы жазушы баспасы 2020 жыл. 3 томдық толық жинақ Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай текстологиялық зерттеулер негізінде қайта сараланып, мазмұндық мәтіндік құрылымдық тұрғыдан толықтырылып құрастырылған. Академиялық жинақтың бірінші томында ақындың өлеңдері мен аудармалары берілген. Жинақтың екінші томында ақынның поэмалары, қара сөздері мен хаттары, музыкалық шығармалары енген. Академиялық жинақтың үшінші томында Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы мен ақынның 1909 жылы Петербург қаласында жарық көрген тұңғыш жинағын литографиялық көшірмесі және қазіргі қазақ жазуына түсірілген нұсқасы берілген. Кітапханамызға келіп түскен келесі басылым Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы туралы түпнұсқа қолжазбалар. Ғылыми инвентарлық каталог 2 кітаптан құралған. Алматы қаласы Intel Service баспасы 2020 жыл. Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы жөніндегі қолжазбалар бірінші кітабында ақынның қазақ этногенезі мен этникалық тарихын қаузайтын еңбегімен қатар ұлы Тұрағұлдың және Мүрсейіт Бүкіұлының қолжазбалары енгізіліп отыр. Араб харпімен жазылған аталмыш қолжазбалардың мәтіндері 8 кирилше түсірілген. Қолжазбалар факсимилелермен және олардың кирилше нұсқаларының қатар берілуі Абай тануға соны серпін берер деректі негіз һәм негізінде олары сөзсіз. Екінші кітабында Шәкәрімнің ұлы Ахат Құдайбердиевтің араб харпіндегі қолжазбасы және Мүсірәлі Ақсақалдың айтуынша деп аталатын латын харпімен жазылған қолжазба олардың кирилше нұсқаларымен қатар берілген. Осындай тәсілмен бұрын-соңды жарияланбаған аталмыш материалдар Абай мен Шәкәрімнің шығармашылығын жаңа қырынан дендеп зерттеуге аса құнды деректі арқау болады. Келесі жаңа басылымдар Абай Академиясы сериясымен ғылыми зерттеу институтының жобасымен жарық көрген топтама. Абай және қазақ социумы, ұжымдық монография, Нұр-Сұлтан қаласы Алашорда қоғамдық қоры 2020 жыл 4 томдық басылым. Ұлы Абай тұлғасын замана кеңістігінде және мәдени-рухани дәстүр жалғастығы аясында зерттелуге негізделген бұл кітапта кемеңгер ойшыл, философ, ақын болмысы жаңа қырынан танытылады. Келесі басылым Сыдықовтың Абайдың ғұмырнамасы. Ғылыми танымдық дерекнама жинағы 2 кітаптан құралған. Нұр-Сұлтан қаласы Алашорда қоғамдық қоры 2020 жыл. Абай Академиясы сериясының осы басылымы архив қорларында сақталған Абай Құнанбайұлының ғұмырнамасын толықтыратын замандастарының ұрпағының ғылыми танымдық естеліктері еніп отыр. Тағы бір кітап ол Тұрсын Жұртбайдың Кешегі өткен би Құнанбай. Нұр-Сұлтан қаласы Алашорда қоғамдық қоры 2020 жыл. Бұл басылымда Құнанбай Өскенбайұлына қатысты өмір шындығы мен Абай жолы роман эпопеясындағы көркем шындықтың арасы салыстырылып, ұлт руханиятындағы орны сараланады. Зерттеуде бұрын беймәлім архив құжаттары, жекеленген қолжазбалар мен естелік деректері пайдаланылған. Келесі кітап ғылым мәдениеті мамандарына, білім алушыларға мен жалпы оқырмандарға арналған. Сонымен қатар Сәбит Мұқановтың таңдамалы шығармалары 10 томдық Алматы қаласы Қазығұрт баспасы 2020 жыл.
қаламгердің көп томдық шығармалар жинағында өмір мектебі, аққан жұлдыз, қазақ қауымы поэмалары тағы да басқа еңбектері енген. Осы кітаптар сіздер үшін келіп, көріп, алып оқуларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.